Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай розовый оттенкпен жасалатын макияж жасаймыз. Бұл макияжды тойға немесе вечеринкаға жасасаңыздар болады. Ең алдымен бетімізді ылғалдандырып аламыз. Өзіңіздің бетіңізге жағып жүрген күндізгі немесе сыворотка жақсаңыздар болады. Тональный крем Lumene түсі блюр. Жақсылап бір тегістеп жағамыз. Көзіміздің үстін, мұрнымыздың жиегін, мойнымызды, құлағымызды ұмытпаймыз. Қара қарандашты алып стерилка жасаймыз. Кірпіктің арасын, барлық жерін жақсылап бояймыз. Жалпақ кисточка алып, осылай істесеңіздер шүкір болады. Енді жаңағы карандашпен бояған жерді смягчать етіп растушевка жасаймыз. Ашық түсті алып, көзіміздің үстінің барлық жерін бояп шығамыз. Бірінші палетканың аты Makeup Atelier 02, екіншісі Makeup Atelier 19. Енді назар аударыңыз, осы түсті алып, мен жаңағы стрелка жасаған жерге жақындау бояймын. Осы палетканың аты The Nubian by Juvia's деп аталады. Байқасаңыздар, аяқ жағымен ең бас жағына жағылмайды, ортасына жағамыз. Үш түсті бірінің үстінен бірін жағамыз. Makeup Atelier 19 палеткасын алып, яғни көздің аяқ жағына сүйекке дейін жағамыз. Көздің сүйегінің үсті жағын жағып, растушевка жасаймыз жақсылап. Art-Visage подводка фломастері. Таза кисточканы алып, жақсылап растушевка жасаймыз. Яғни стрелкамыздың үстін тағы да қоюландырып бояймыз. Сүйектің астын бояймыз. Мендегі ақ карандаш Paes компаниясынікі. Стрелканың астын ақпен бояймыз және көздің бас жағын ақ карандашпен бояп, оның үстін ақ тенмен немесе хайлайтермен бояймыз. Concealer Fit Me. Concealer Fit Me. Ашық қоңыр түспен астын бояймын. Жаңағы Lumene тоналкасын алып, тағы да үстінен бояймыз. Flormar фирмасының тоналкасы ең қоңыр түсін алып, осылай контуринг жасап аламын бірінші. Vivienne Sabo фирмасының түссіз гелі қасқа арналған. Тушта Vivienne Saboның фирмасынікі Cabaret. Контурға арналған палетка менде Revolution Ultra Contour деп аталады. Байқағаныңыздай, жаңағы қасты бояған карандашпен контур жазам еріннің. Miss Tys карандашы. Боянып көріңіздер, қолдарыңыз үйренеді. Менде сонда косметика жоқ, бар косметикамен осылай макияж жасаймын. Жерде косметиканың бәрін камера жеп қояды екен, освещение аз болғандықтан. Результаты ұнайды деп ойлаймын. Міне біздің результат осындай шықты. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз.
Каналға жазылуды ұмытпаңыз.